Бәлкім бұл хабарламаны сіз де көрген шығарсыз. Сәуірдің басында WhatsApp-тағы ата-аналар чатында Алматыда қызылшаның кең тарауына байланысты эпидемиологиялық шаралардың күшейгені туралы хабарлама тарады. Онда Алматы қаласының бас санитар дәрігерінің жарлығымен адам көп жиналатын шаралар мамырдың соңына дейін онлайн режимде өтетіні жазылған. Міне скриншоты мынау. Ақпарат қаншалықты рас? Бірге тексерейік. Ақпараттың рас өтірігін айтпас бұрын сіздерге жақсы жаңалығымыз бар. Егер сіз де осылай ақпараттың рас өтірігін, ненің манипуляция, ненің фейк екенін білгіңіз келсе, 14 сабақтан тұратын онлайн фактчек академия курсына қатысуға шақырамыз. Ең бастысы курс толықтай тегін, ешқандай ақша керек емес. Ал курсты аяқтасаңыз сертификат беріледі. Егер курсқа қатысуға ниеттенсеңіз, комментарийға академия деп жазсаңыз болады. Біз өзіміз сіздерге хабарласып, толық ақпаратты айтамыз. Ал курсты фактчек командасы өткізеді. Енді негізгі тақырыпқа көшсек. Расымен бұл ақпарат Алматының санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаментінің сайтында жарияланды. Бірақ жарлық құрылымында біраз ерекшелігі бар. Мысалы, бұқаралық шаралар онлайн форматқа ауысады, ал қызылша тіркелген жалпы білім беретін ұйымдарда кабинеттік жүйе болмайды. Бұдан бөлек 30 мамырға дейін балалар мен қызметкерлердің жаппай жиналуын болдырмау керектігі де жазылған. Эпидемиологиялық шектеулер Алматы балабақшалары мен мектептерінде қызылшаның тарауына байланысты қажет болды. 3 сәуірдегі дерекке сүйенсек, қызылша жұқтырғандар саны 73 болған. Олардың көбі балалар мен оқушылар. Ауырып қалғандардың ішінде 38 бала 1 мен 4 жас аралығында, 15-і 5 пен 9 жас аралығында, ал 7-і 10-14 жаста. Каналға тіркеліңіздер, сіздерден репс пен лайк қолдау күтеміз. Желіде тараған ақпаратқа тез сенуден аулақ болыңыздар. Келесі кездескенше комментарийға академия деп жазуды ұмытпаңыздар.